Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менімен бірге өте дәмді үлпілдеген құймақ әзірлеп көріңіздер. Ауыз бекіткен жандар оразаларыңыз қабыл болсын. Ауыз ашарға немесе сәресіне жасап көрсеңіздер болады. Қажетті заттар: қант, жұмыртқа, жылы айран және ұн, тұз, ас содасы. Алдымен ыдысқа жұмыртқа саламыз. Дәміне қарай қант саламыз. Мен 4 ас қасық қант салдым. Маған құймақтың тәтті болғаны ұнайды. Егер тым тәтті болмаған қаласаңыз, 2 ас қасық салсаңыз болады. Және шым-шым тұз саламыз. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен немесе шанышқымен араластырсаңыздар болады. Миксерлеп қажет емес. Одан соң жылып тұрған айранымызды құямыз. Айран салқын болмауы керек. Бөлме температурасына немесе жылытып алсаңыздар да болады. Дүкеннің 2,5% айранын қостым. Тағы да біраз араластырып аламыз. Ары қарай електен өткізілген ұнды саламын. Ұнды бөліп салғандарыңыз дұрыс. Онда електен өткізіп салсаңыздар, құймақтарыңыз үлпілдеген, әдемі, биік болып шығады. Сондықтан онды бөліп електен өткізіп саламыз. Құймақтың сұйықтығы кілегей сияқты болу керек. Сондықтан онды бір-ақ салмаймыз. Бөліп салып, араластыра отыра, өзімізге қажетті сұйықтықты қалыптастырып аламыз. Мен 250 грамдай ұн қостым. Мүмкін сіздерде 220 немесе 200 грамм ұн кетуі мүмкін. Мінекей, қамырдың сұйықтығы осындай болу керек. Қатты қою емес, сұйық емес, венчиктан және қасығымыздан осылай оңай ағып түседі. Ең соңында жарты шай қасық ас содасын саламыз. Қамырдың құрамында айран болғандықтан ас содасын салған кезде реакция жүреді. Сондықтан қамырды 10 минутқа қалдырамыз. Немесе көп дегенде жарты сағатқа қалдырсаңыздар болады. Енді қызып тұрған табаға сұйық майды құямыз. Менде күнбағыс майы, кез келген майды қосаңыздар болады. Кокос майын немесе өсімдік майын, қалауларыңыз бойынша. Енді бір ас қасықтап құймақтарымызды салып шығамыз. Салып болған соң қақпағын жауып, шамамен 3-4 минут пісіріп аламыз. Енді құймақтарымыздың бетінде кішкене осындай тесіктер пайда болды. Бұл құймақтарымыздың асты пісті деген сөз. Екінші жағына аударамыз. Екінші жағы шамамен 1-2 минутта пісіп қалады. Құймақтардың үсті астыңғы жағына қарағанда тез піседі. Мінекей осындай болып қызарған кезде ала береміз. Міне достар, біздің құймақтарымыз пісіп дайын болды. Ортасы піскен, үлпілдеп тұр. Бетін әрлеп сәндесеңіздер болады. Тосаппен, балмен шайға ұсынсаңыздар болады. Осы құймақтарды мен өте жиі жасап тұрамын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Балалары бар үйге болса жасап көрсеңіздер болады. Өте тез желінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.